Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен микробиология және биотехнология бөліміндегі жұқпалы аурулар және олардың алдын алу шаралары, амебалық қаншықақ, фитофтороз, оба, күл, лишмания және герпес тақырыбын қарастырамыз. Бүгінгі біздің онлайн сабағымыздың мақсаты қарапайымдылар, саңырауқұлақтар, бактериялар және вирустармен туындайтын аурулардың ерекшеліктерін сипаттау және алдын алу шараларын сипаттау. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын сіздерге мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Балалар, адамзат не себепті ауырады? Ойланып көрейікші. Әрине балалар, дұрыс айтасыздар. Адамзат баласын ауруға шалдықтыратын микроорганизмдер, немесе оны патогенді ағзалар деп те атаймыз. Патогендердің негізгі топтарына қарапайымдылар, бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар жатады. Жұқпа қоздырушылары ағзаға ас қорыту және тыныс алу жолдары арқылы немесе тері арқылы қан сорғыш жәндіктер шаққан кезде, жарақаттанған кезде түсуі мүмкін. Қандай жұқпалы аурулар бар және олар қалай таралады? Олардың белгілері қандай және бұл жұқпалы індеттердің алдын қалай алуға болады деген көптеген сұрақтардың жауабын алу үшін мына бейнематериалға назар аударыңыздар. Айналадағы, денедегі және адам ағзасындағы барлық заттар көзге көрінбейтін өте ұсақ тірі организмдерге толы. Олар бактерия және вирус секілді микроағзалар. Бұлардың кейбірі патогенді болады, яғни ауру тудырады. Дәл қазір сіздің қолыңызда шамамен 10 мыңнан 10 миллиардқа дейін бактериялар болуы мүмкін. Ішке түспеген жағдайда олардың көбі зиянсыз. Ал егер адамның ішіне енетін болса, олар бізді ауруға душар етуі мүмкін. Сол себепті қолды жуу өте маңызды. Сабын мен су тердегі патогенді микробтарды жоюдың ең оңай тәсілі. Жөтелу мен түшкіру кезінде ауаға миллиондаған патогенді микроб шығарылады, және олар ұзақ қашықтыққа тарайды. Тұмау вирусы секілді вирус түрлері беткі қабаттарда бірнеше күн тіршілік ете алады. Сондықтан да зарарлы жерді ұстап, қолды жумау ауру қоздырғышын жұқтыруы әбден мүмкін. Микроб таралуын қағаз қолдану арқылы да тежеуге болады. Тек пайдаланған соң, оны қоқысқа лақтырған абзал. Тамақ айналасында тазалық сақтау ерекше маңызды. Өйткені онда сальмонелла мен ішек таяқшасы секілді өте қауіпті бактериялар түсуі мүмкін. Ас үйді таза ұстау, тамақ дайындамас бұрын және одан кейін қолды жуу, және астың дұрыс дайындалғанын қадағалау. Мұның бәрі де жұқпалы аурудың алдын алуда маңызды рөл атқарады. Дегенмен кейде ауру қоздырғыштарының таралуын болдырмау қиынға түседі. Егер су тарату жүйесі ластанса, ауру тез арада жайылып кетуі ықтимал. Лас су тырысқақ пен іш сүзегі ауруларын тудырушы бактериялардың көбеюіне алып келеді. Бұл ауыз суы лас дамушы елдердегі өлім-жітімнің басты себепшісі. Саяхаттың көбеюі, жаңа патогендердің және антибиотиктерге төзімді тұрақты штамдардың пайда болуы. Мұның бәрі жұқпалы аурулардың таралуына септік етеді. Сондықтан ең дұрысы патогендердің таралуын шектеу мақсатында қарапайым гигиена ережелерін сақтау. Сонымен оқушылар, жұқпалы аурулардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсек. Дизентерия, қантышқақ
Ауру қоздырғышы қарапайымдылар өкілі дизентерия амебасы. Белгілері жалпы улану белгілерімен және асқазан ішек жолдарының, оның ішінде тоқ ішектің шеткі бөлігінің зақымдалу белгілерімен сипатталатын жұқпалы ауру. Тоқтамай көбінесе қан араласып шөту, жүрек айну, бас айналу, құсу және дене температурасының көтерілуі де байқалады. Аурудың алдын ала сақтану үшін таза қайнатылған су ішу керек. Көкөністер мен жеміс-жидектерді жуып жеу және жеке бас гигиенасын ұстану қажет. Келесі ауру түрі бұл тырысқақ, немесе оны холера деп атайды. Қоздырушысы тырысқақ вибрионы. Ол пішіні үтірге ұқсайтын бактерия. Тырысқақ вибрионы ішекті зақымдайды. Ол сулы ортада ұзақ уақыт тіршілік ете алады. Жұғу жолдары мен аурудың белгілері қатышқақ ауруына ұқсас болып келеді. Бірақ бұл індетте адам тырысып қалатындықтан тырысқақ деп атап кеткен. Тырысқақ ауруы көбінесе лас суды пайдаланған аймақтарда көптеп кездеседі. Аурудың алдын алу үшін қолды сабындап жуады, сосын зарарсыздандыратын ерітіндімен шаяды. Тырысқақ ауруын әсіресе хлорлы әк пен қышқыл ерітінділері тез зарарсыздандырады. Келесі жұқпалы ауру түрі герпес, немесе оны халық арасында ұшық деп те атайды. Герпес бұл вирусты ауру, оның қоздырушысы герпес вирусы. Белгілері теріде және сілемейлі қабықта мөлдір көпіршіктер түзіледі. Бұл көпіршіктер қышу, ашу, ауру сезімдерін туғызады. Инфекция көзі ауырған немесе вирус таратушы адам. Ұшықтан алдын ала сақтану үшін дене тазалығын сақтап, организмді шынықтыру қажет. Оқушылар, бұл ауру түрі дифтерия, күл деп аталады. Ауру қоздырушысы таяқша тәрізді бактерия лефлер бацилласы. Ауру белгілері алғашқыда. Бұл жұтқыншақтың мұрын, тыныс алу жолдарының шырышты қабаттарының қабынуымен сипатталады. Аурудың алдын алу үшін әр 10 жыл сайын осы күл ауруына қарсы екпе алып отырады. АКДС екпесі. Денені ашық жерлерінде іріңді жаралардың пайда болуы бұл лишманиоз ауруы деп аталады. Бұл аурудың қоздырғыштары талшық тәрізді қарапайымдылар лишмания, ал тасымалдаушылары москиттер болып табылады. Табиғатта қоздырушы шөлдегі тышқан тәрізді кемірушілердің ағзасында тіршілік етеді. Олардың ағзасында лишмания ауру тудырмайды. Қан сорушы жәндіктер москиттер шаққан кезде қоздырушылар адамның терісінің астына еніп, көптеген дернәсілдер салады. Кейін дернәсілдер жарылған кезде терінің бетінде жаралар пайда болады. Демек, қан сорушы жәндіктер шаққан кезде бөртпелер пайда болып, кейінірек ол іріңді инфекциялы жараларға айналады екен. Аурудың алдын алу үшін москиттермен күресу, ауру жануарларды жою, қан сорғыш жәндіктерден қорғайтын мазь, крем немесе аэрозоль қолдану қажет. Келесі жұқпалы ауру түрі оба. Оба қоздырғышы оба таяқшасы. Бұл ауруда тасымалдаушылар арқылы адамға жұғады екен. Пішіні жағынан оба жұмыртқа тәрізді ұсақ, қозғалмайтын, талшықтары болмайтын, спора түзбейтін бактериялар. Бұлардың таратушылары бүргелер болып табылады. Ауру тез арада тарайды. Ауру қоздырғышы сау адамға науқас адамнан немесе жан-жануарлардың еттерінен жұғуы мүмкін. Ауру белгілері аяқ астынан басталады. Науқастың дене температурасы 39-40 центиградусқа көтеріліп, басы айналады. Адам құсады, іші өтеді. Үрейсіздік, ұйқысыздық пайда болады. Адам біртіндеп есінен тана бастайды. Ал бүргелер шаққан жерде қанды, іріңді жаралар пайда бола бастайды. Бұл аурудың алдын алу үшін кеміргіштерді, бүргелерді жою, ауланы, қораны таза ұстау, белгісіз індеттен өлген малдың етін жемеу. Жұқпалы індеттер өсімдіктерге де зиян келтіреді. Өсімдіктерге зиян келтіретін бұл көбінесе саңырауқұлақтар болып табылады. Саңырауқұлақ туғызатын ауру бұл фитофтора туысына жататын саңырауқұлақтар.
Кеселге шалдыққан өсімдіктің жапырақтарының жоғарғы ұшы мен жиектерінде қоңырқай келген үлкен дөңгелек дақтар, сабағында ұзынша қоңырқай дақтар немесе сызықшалар пайда болып, соңында қурап қалады. Түйнегінде сұрғылт дақтар пайда болып, кейіннен қарайып түйнекті шірітеді. Күресу шаралары: фитофтороз белгісі байқаған өсімдіктерге риамил немесе редамил-бол препараттарын бүрку қажет. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін суреттердегі патогенді микроағзалардың қандай ағзалар өкіліне жататынын анықтаңыздар. Дұрыс жауапты белгілейік, өз жауаптарыңызбен салыстыра отырыңыздар. Дизентерия амебасы бұл қарапайымдылар өкіліне жатады делік. Оба таяқшасы бұл бактериялар өкіліне жатады. Қарапайым герпес вирустар өкіліне жатайық деп белгілейік. Фитофтороз бұл саңырауқұлақтар өкіліне жатады делік. Ал енді балалар, жауаптарыңызды тексерейік. Дизентерия амебасы қарапайымдыларға жатады екен, жарайсыздар. Оба таяқшасы бактериялар екен. Герпес вирустарға жатады екен. Фитофтороз саңырауқұлақтарға жатады екен. Тамаша, жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Келесі оқу жаттығуы жұқпалы аурулардың сипаттамалары, ақиқат немесе жалған екенін анықтауға арналған. Айтылған деректерге сүйене отырып, осы оқу жаттығуын орындаңыздар. Бірінші бағанада жұқпалы аурулар берілген, екінші бағанада сәйкесінше сипаттамалары берілген. Ақиқат не жалған екенін табыңыздар. Енді жауаптарыңызды тексерейік. Бірінші дизентерия, қантышқақ. Сәйкесінше жауабы: жеміс жидектерді жуып қолдану, таза су тұтыну, жеке бас гигиенасын сақтау. Бұл әрине ақиқат. Екінші герпес. Тасымалдаушысы москит. Ақиқат пе екен, жалған бе екен? Әрине жалған. Тасымалдаушысы москит болатын, бұл лишмания ауруы. Үшінші фитофтороз. АКДС екпесін жоспарлы түрде алып отыру. Ақиқат па, жалған ба? Әрине жалған. Фитофтороз деген ол өсімдіктерде кездесетін жұқпалы індет. Төртіншісі оба. Бактериялар, тасымалдаушысы бүргелер. Бұл әрине ақиқат. Бесінші лишмания. Лишманиоз қан сорғыш жәндіктерден қорғайтын мазь, крем немесе аэрозоль қолдану. Әрине бұл ақиқат. Себебі лишманияны жаңаған айттық, иә, тасымалдаушысы москиттер, қан сорғыш жәндіктер. Соңғы жұқпалы ауру түрі бұл дифтерия, күл. Қоздырушысы фитофтора туысына жататын саңырауқұлақтар. Бұл әрине жалған. Саңырауқұлақтар деп тұрғанымыз фитофтора туысына жататын, бұлар өсімдіктерді зақымдайды. Жарайсыздар балалар. Осымен балалар, бүгін біз сіздермен жұқпалы аурулардың белгілерімен, оларды тудыратын өкілдерімен және олардың алдын алу шараларымен таныстық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.